Антикордағы жұмыс жауапты және маңызды. Ол жоғары біліктілік пен кәсібилікті талап етеді. Сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жүргізуді қаласаңыз, мына талаптарға сай болу қажет. Қазақстан Республикасының азаматы болу. Жасыңыз 18-ден кем емес және 35 жастан аспау керек. Жоғары заңгерлік, экономикалық немесе қаржылық біліміңіз болуы қажет. Егер осы талаптарға сай болсаңыз, онда сіз Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясында алғашқы кәсіптік даярлық іріктеуіне қатыса аласыз. Бұл процесс бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен агенттіктің аумақтық бөлімшелеріне құжатыңызды тапсыру қажет. Содан кейін сұхбаттасу, медициналық және психофизиологиялық куәландыру, полиграфиялық зерттеу және жеке қасиеттер бойынша тестілеуді өту керек. Бұдан кейін академияда емтихан тапсырасыз. Бұл кезеңдер бастапқыда күрделі болып көрінуі мүмкін. Алайда, бұл бір қарағанда ғана солай. Мысалы, мен де осы кезеңдерден өттім. Академияға қабылданып, кәсіптік даярлықтан соң Астана қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті қызметкерлерінің қатарында қызметімді бастадым. Сіз де іріктеудің барлық кезеңдерінен сәтті өтіп, алғашқы даярлықты аяқтағаннан кейін агенттікте мансабыңызды бастауға үміткер бола аласыз.